Қуаныш Шонбай екінші жолма кітабынан үзінді сылтау. Өмірде ұстанатын қағидаларымның бірі сылтау айтпау. Бір іс қолымыздан келіп жатса, мен істедім, мен мықтымын деу, ал болмай жатса оны жұрттан көру біздің қоғамға тән. Орынды орынсыз екеніне қарамастан, әркім өте көп сылтау айтады. Ата-анам бай емес, көшеде пробка, ұйықтап қалдым, тағы да басқа. Оны сылтауға қатысты бір мысал келтірейін. Мега Силквай орталығында үлкен ру мейрамханасын аштық. Сол жердегі галереямен өтіп келе жатқанда қарсы жағымызда орналасқан кофеханада адам өте көп болып көрінді. Ал бізде адам аз секілді. Операциялық директорымыз Қарақат-ханымнан неге оларда адам көп, ал бізде аз деген сұрадым. Қарақат-ханым болса, олардың мейрамханалары кішкентай, сондықтан адам көп секілді көрінеді. Ал біздің мейрамхананың аумағы үлкен, негізінде адам саны бірдей сияқты деп сылтау айта бастады. Мен біздің жеке қарамағымыздағы жаңағы мейрамхананың адамдарын санап шығуға ұсыныс жасадым. Сөйтсек, біздің румиде 38, ал оларда 50 адам отыр екен. Сол кезде неге оларда адам көп емес, бізде де адамдардың санын қалайша көбейтуге болады деген сұрақ туындады. Әріптесім Айдос мырза кез келген сұрақтың жауабын таба алатын адам. Неге оларда адам көп, біліп келіңізші Айдос аға деп сол кофеханаға оны жібердім. Бұл жағдайда менің несіне уайымдаймын? Олардың кофеханасы 50 адамға арналса, біздің руми 150 адамға арналған деп өзімді ақтап алуыма болатын еді. Негізі бұнда ешқандай проблема жоқ, бірақ мен оны өз-өзіме жасап алдым. Айдос мырза 27 минуттан соң қайтып келді. Қуаныш, біріншіден олардың қызметкерлері баяу жұмыс жасайды. Сол үшін 20 минутта шығып кетем деген адам 40 минуттай отырады. Бірақ сол жер жарық екен, сонысы жақсы деді. Өзіміздің мейрамханаға қарадық, шынында да оларға қарағанда қараңғылау. Сылтау айтқан жоқпыз, мәселені шешуге кірістік. Сол күні Қарақат-ханым мамандарды шақырып, қалай болу керек деп сұрап, қажетті жарықты қосты, барлығына тәртіп, яғни заң бойынша жасады. Келесі күні саудамыз өсті. Сылтау айтудың қажеті жоқ. Жалпы ешқашан сылтау айтпаймын. Сені де соған шақырамын. Мұнда мен сылтау туралы үлкен трактат немесе сылтау айтпаудың жолдарын жазбаймын. Тек бір мәселені түсінуге және қабылдауға, өмірде қолдануға шақырамын. Ол сылтау айтпау.